Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін мен 31-ге толдым. Сондықтан осы 31-ге толған осы уақытқа дейін қандай ақыл түйдім, қандай осындай қорытындыларға келдім, соны мен сіздерге ақыл ретінде айтып өтемін. Егер сіздің қандай да сұрақтарыңыз болса, төменде комментарийларға жазып өтіңіз. Мен әрине сіздерге жауап беруге тырысамын. Біріншіден танысып өтейік, мен Бегім Талапқызы, жалпы тәжірибелік дәрігер, педагог, психолог. Алла жазса осы жылы магистратураны бітіремін. 31-ге толдым. Кішкене әрине қорқынышты осылай айту маған. Себебі кез келген адам қартайғысы келмейді. Айтып өтетін жағдай, осы уақытқа дейін, яғни адамның өмір болғаннан кейін көптеген адамдар болады, көптеген қиыншылықтар болады. Әрқашан оның бәрі біздің сана сезімімізде, яғни біз осыған қандай қарым-қатынаспен, қандай көзқараспен қарауымызда. Мысалы, айтайық, ең бірінші берер ақылым, сіз ешқашан ештеңеден қорықпаңыз. Сіздің ойыңызға бір информация келді ма, ойыңызға бір нәрсе жасағыңыз келді ма, болды, оны көп ойланбаңыз. Сізге ойлануға бір-ақ күн. Екінші күні сіз әрекет бастауыңыз керек. Әрекет ол мықты энергия. Әрекетпен ғана ол осы шынайы өмірге айналады. Сондықтан, егер ойыңызға қандай ой түйдіңіз, жедел түрде әрекет бастауыңыз керек. Екінші, егер сізді айналаңыздан, егер сізді төмен тартатын, сіз туралы керек емес қалжыңдар айтатын, сіздің көңіл күйіңізге әсер ететін адамдар болса, ол адамдарды өміріңізден алып тастаңыз. Себебі қалжыңмен ол бір рет қалжыңдайды, екі рет қалжыңдайды. Солай сіздің өзіңізге деген сенімділігіңізді түсіріп тастауы мүмкін. Сосын сіз осы айналаңыздағы адамдар не дейді екен деп көптеген армандарыңыздан бас тартуыңыз мүмкін. Тағы да айтып өтетін жағдай, біз көптеген адамдар әрқашан ойлаймыз. Мынау не деп ойлайды, анау не деп ойлайды, ой, бүгін мен қалай тұрмын, мен туралы не деп ойлайды, мен былай айттым, мен туралы не деп ойлады деп. Оның бәрі дұрыс емес, себебі кез келген ортада әр адам өзін ойлайды. Әр адам тек қана өзі қалай тұр, оның прическасы қалай, мен қандай киіндім, мен қалай сөйледім, мен туралы не деп ойлады деп, әр адам тек қана өзін ойлайды. Сізді ойлайтын ол тек қана сіздің ата-анаңыз және сіздің бауырларыңыз. И то сіздің отбасыңызда қандай жағдай екенін білмеймін. Яғни әрқашан тек қана сізді қолдайтын, шынымен жаны ашитын, сіз туралы ойлайтын ол тек қана ата-анаңыз және бауырларыңыз. Тағы айтып өтетін жағдай, көбінесе айналаңызда, мысалы, айналаңызда көре алмайтын адамдар болуы мүмкін. Оны біз қалай білеміз? Сізге мысалы айту мүмкін: ой, неге сенің қолың қысқа, сен семіріп кеттің, неге бұндай киіндің, сен біртүрлі киінесің деген секілді осындай мысалы тікелей сізге осындай айтатын адамдардан арылу керек. Себебі ол сіздің сана сезіміңізді улайды және сізді төмендеткісі келеді, былайша айтқанда. Сізді төмендетіп, яғни егер сіз ондай комментарийларды байқасаңыз, значит, сол адам сіздің алға қарай жүріп баратқаныңызды, сіздің бір жетістіктерге жетіп жатқаныңызды көріп, сізді алға қарай озбасын деп сондай манипуляциялар жасайды. Оны манипуляция деп айтады. Яғни ондай жағдайда көбінесе мен не істеймін, көбінесе адамдарды блокқа тығып, олармен араласпай кетемін. Егер керек болса, кейін егер өзінің қателігін түсінетін болса, қайтадан араласуы мүмкін. Бірақ көбінесе менің өмірлік тәжірибемде ондай адамдар түзелмейді. Мысалы, сенің көңіліңді аямайтын, сенің көңіл күйіңе қарамайтын, сенің сезіміңді, жүрегің жараланғанын, мысалы, сезіп, көңіліңе қарап, осындай істемейтін адамдар бізге не үшін керек?
өзіміздің жүйкемізді улап, көңіл күйімізді кетіріп, иә, осындай. Сосын сіздің өміріңізде яғни болғысы келмейтін адамдарды ұстамаңыз. Егер мысалы сіз жасап көріңізші, бір апта осы жазып жүрген, араласып жүрген адамдарға жазбай қойыңыз. Соның кім жазады, сол адамдар ғана сізді іздейді. Қалғандарына, значит, сіз керек емессіз деген сөз. Осындай жағдай болуы мүмкін. Сондықтан бұл менің түйген қорытындым. Яғни сізді керек етпейтін адамды ұстаудың қажеті жоқ. Сізді керек ететін, сізді қолдайтын, сіз үшін шынымен қуанатын, сізге күшті энергия беретін, ол адамнан күшті энергия алатын, иә, осындай адамдармен араласу керек. Және сізден 5-6 есе алда жүрген адамдармен аралассаңыз өте жақсы. Олардан жаңа ақпарат, жаңа информация да аласыз және жаңа жетістіктерге жетерсіз. Ол кісілермен жүру арқылы, ол кісілер не істеп жатыр, не айтып жатыр, сол арқылы сіз жаңа ақпараттар алып, өзіңіздің өмірге деген көзқарасыңызды өзгертесіз және ақша жағынан да жоғары өсуіңіз мүмкін. Сау саламатта болыңыздар. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, мен сіздерге жауап беремін. Сіздермен болған Бегім Талапқызы. Сау саламат болыңыздар.